табиғат туралы айтайын деп едім. Мұнда Құдайдың сөзінде осындай сөздер жазылған. Өйткені Құдайдың көзге көрінбейтін қасиеттері, оның мәңгілік құдіреті мен құдайлық болмысы дүние жаратылғаннан бері айқын бұларды оның жаратқан нәрселерінен байқап түсінуге болады. Сондықтан адамдар Құдайды біле алмадық деп сылтаурата алмайды. Табиғатта негізі жыл мерзімдері, көктем мысалы қайта туылу сияқты. Өсімдіктер бар, көп жыл өмір сүреді. Тамырдан қайтадан көктеп шығады. Кейбіреулер тұқымдарын себіледі, сөйтіп өседі. Былай күзді қарасақ, ол ақыр заман сияқты. Орыл мерзімі. Қандай жеміс әкелдік, жаз бойы қандай жеміс өсті мысалы. Қыс ажал сияқты, бәрі нәрсе ұйқыға кетеді, өлгендей болады. Былай қарасақ, құрттарға, жапырақтың үстінде құрт жүреді ғой жеп. Ол да жақсы, дұрыс дамыса, бара-бара көбелекке айналады. Біздер де кейде адам баласы, сондай құрт сияқтымыз. Кейбіреулер айтады, аспанға жете алмайсың деген сияқты. Бірақ адамды дұрыс өмірінде бағыт алып, дұрыс өмір сүрсе, ол да бара-бара оның жаны аспан патшалығында өмір сүреді. Ол да көбелекке айналады сияқты. Былай қарасақ, Құдай айтады, періште сияқты боласыңдар дейді. О дүниедегі жеткен адамдар аспан патшалығына үйленбейді, балалы болмайды дейді. Еркек, әйел болмайды мысалы. Бәрі періште сияқты болады дейді. Сол себептен Құдайдың сондай несі бар, шақыруы. Осы дүниеге келген адамдарға айтады, теріс жолдарынан қайтып Құдай жолына түсіңдер, аспан патшалығы жақындады деп. Адам дүниеге келгесін таңдау жасау керек. Көпшілік қалай өмір сүріп жатыр ма, я болмаса Құдайдың көңілінен шығып, Құдайға ұнамды өмір сүруге тырыса ма, соған байланысты бәрі. Құдай жолына түсіңдер деп шақырды Құдай негізі. Құдайдың салып берген жолы бар. Сол жолмен жүрсек, аспан патшалығына жетеміз, о дүниеге, жұмаққа. Ал көпшілік қалай өмір сүріп жатқан болса, онда тозаққа кетеді адам баласы. Өйткені ажалға апаратын жол кең дейді, сонымен жүретіндер көп дейді. Ал өмірге апаратын жол да тар, оны аз ғана кісі тауып барады дейді.